Дұрыс тамақтанудың нақты 9 ережесі. Бірінші, өлшемділік ережесі. Адам күніне 3-4 рет ас қабылдау керек. Әрбір қабылдау барысында астың мөлшері 2 алақанды қосқандағы уыс көлеміне тең болуы тиіс. Сонда қабылдаған ас асқазанның 4-тен 3 бөлігін ғана толтырады. Асқазандағы астың дұрыс араласуына және ас қорыту сөйлемен әрекеттесуі үшін бұл ережені қатаң түрде сақтау қажет. Қасиетті хадисімізде асқазанның 3-тен 1 бөлігін тамаққа, 3-тен 1 бөлігін суға және 3-тен 1 бөлігін ауаға қалдыру қажеттелінген. Әйел заты уақыттың 80%-ын қандай тамақ жасаймын деген оймен өткізеді екен. Алтын уақытыңызды текке құртпай, Сания Нұрбаба аты тәтті әрі дұрыс тамақтану YouTube арнасына сіздерді қуана-қуана шақырамын. Міндетті түрде каналға өтіп, видеоларын көріп, каналға жазылып алыңыздар. Қазақ тілді контентті қолдап отырыңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналына міндетті түрде жазылып алыңыздар. Санияның каналына сілтемені описанияның төменгі жағына қалдырып кетемін. Ал мен сіздерге дұрыс тамақтану ережелерін әрі қарай айтып өтейін. Екінші ережесі. Астың негізгі мөлшерін қабылдау түскі сағат 12 мен 2 аралығына сәйкес келуі тиіс. Бұл кезде өт элементі мен бауырдың белсенділігі жоғары болады. Сондықтан қуатты майлы астар тәуліктің осы кезінде қабылдануы тиіс. Үшінші, суық кезде жеміс пен көкөністерді қолдануды шектеу керек. Суық мезгілдерде піспеген затты жеу салқын тиюге, ісіктің пайда болуына, ас қорыту мәселелерінің туындауына алып келеді. Себебі жемістер мен көкөністер қасиеті бойынша салқын заттар қатарына жатады. Оларды жиі қабылдау ішкі жылылықты төмендетеді және организмдегі барлық үдерістерді баяулатады. Төртінші, жаңа пісірілген тағамды жеу. Ұзақ сақталған тағамдарды улы заттар мен салқындық қасиет жиналады. Ал етке бұл қасиет тән емес. Суықта сақтаған сайын жылылық қасиеті арта түседі. Тамақты мұздай немесе ыстық күйде пайдалануға жол бермеу керек. Астың жоғары немесе төмен температурада болуы асқазан сөліне зиян келтіреді. Ыстық күнде біз үй бөлмесінің температурасындағыдай суды ішуіміз керек. Егер мұздай суды пайдалансақ, оны жылыту үшін организм көбірек энергия жұмсайды. Одан кейін су асқазан сөліне араласады. Алтыншы, тағам қабылдау барысында сұйықтық ішуге болмайды. Ішкен жағдайда ас қорыту сөлінің шоғырлануы азайып, асқазанның ас қорытуы төмендейді. Жетінші, ас қорыту шоғырлануының оты жоғары болғанда бірінші қою тағамды жеп, 20-30 минуттан кейін сұйық тағамды ішкен дұрыс. Егер керісінше тамақтанса, онда тамақты қорытатын ферменттердің шоғырлануы төмендеп, ет, ботқа, жеміс тағамдары қорытылмай қалады. Сегізінші, асты қабылдаудан 20-30 минут бұрын бал, тұз немесе лимон шырыны қосылған бір құты ыстық су ішу қажет. Аталған барлық қоспалар ас қорыту жүйесін жақсартады. Асқазанды кілегейлерден тазартып, асты қорытуға дайындайды. Тоғызыншы, асты жануарлар майымен ғана әзірлеу. Ең жақсысы ерітілген сары май. Сары майды қыздырған кезде улы заттар пайда болмайды. Бұл оның көптеген өсімдіктер майынан айырмашылығын көрсетеді. Қыздырылған сары майдың шектеулі мөлшерін кез келген жастағы адамға, кез келген науқасқа қабылдауға болады. Осы қасиетіне қарай оны шығыста жоғары бағалайды. Құрметті оқырманым, тамақтану жайлы аталмыш үйлесімділік ережелері науқастануға жол бермеуге көмектеседі. Дұрыс тамақтана білу кез келген дәріден де күшті екенін естен шығармаған жөн.